Алматыда тура ертегінің ішіне түсіп кеткендей сезімде болатын осындай керемет жердің бар екенін білесіздер ме? Горький паркке кіргеннен соң оңға бұрылып тура осылай жүре бересіздер. Алдыңыздан пойыз жол көрінеді, содан соң осы пойыз көрінеді. Билеттерді кассадан алып, осы жерге екі баламен келсем, бірден жүрген жоқ, себебі адам саны 10-ға жету керек, содан соң жүреміз деді. Көп уақыт өтпей адамдар да жиналып қалды. Біз болсақ ең алдына отырып алған едік. Водитель бізге алдынан дым көрінбейді, сәл артқа қарай отырыңыздар деді. Сонымен бәріміз отырып алдық. Табиғатта ашық пойызда отырған өте керемет екен, ерекше сезім сыйлайды. Көп ұзамай біз туннельдің ішіне кірдік. Пойызды осы кезде жай айдап, пойызды кішкене тоқтата тұрады. Сол уақытта жан-жақтағы барлық әдемілікті көре аласыздар. Бұл жерде әртүрлі мультфильм кейіпкерлерін жасап қойған екен. Шынайы сияқты барлығы қозғалып тұрады. Біз Алматыда қанша жыл тұрсақ та дәл осы пойызға алғаш рет міндік. Алматыға келуді жоспарлап жүрсеңіз, дәл осы видеоны сақтап алыңыз. Айтпақшы, пойызға міну бағалары 2 жасқа дейінгі балаларға ғана тегін, 2 жастан жоғары балаларға және ересектерге бір адамға 1800 теңгеден. Қайтар жолда ат арба тұр екен, балалар отырамыз дегеннен кейін мінгіздік. Үлкендерге 2000 теңге, балаларға 1000 теңге. Негізі бәрімізге 6000 теңге болу керек еді, бізге скидка жасап 5000 теңгеге отырғызды. Алматыдағы керемет жерлерге обзор түсіретін боламын, парақшама тіркеліп алыңыз. Всем пока!